Сәлем достар, мен бүгін сіздерге маркиза тортының рецептісімен бөлісемін. Видеоны толықтай көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, салқын майымызды ұнымыздың үстіне теркіден өткізіп, үкіштен өткізіп, крошке дайындап аламыз. Міне біздің крошкеларымыз дәл осылай дайын болады. Крошкемізді дайындап болғаннан кейін үстіне 6 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Одан кейін қант, ал одан кейін 1 шай қасық соданы уксуспен гаситетіп, оны да осы қоспаның үстіне қосамыз. Содамызды қосқаннан кейін қамыр елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, песочный тесто болып шығады. Оны теңде 3 бөлікке бөлеміз де, дөңгелетіп, мешокқа салып, холодильникке жібереміз. Қамырымыз салқындағанша 6 жұмыртқаның ақ уызын үстіне шым-шым тұз салып, миксерлеп аламыз көпіргенше. Одан кейін қантымызды бір бүтіндеп салып, яғни кішкентайлардан салып, безе дайындаймыз. Мінекей, беземіз осындай стойкий болу керек. Осылай созылып, ағып жатпау керек. Және де табақты төңкерген кезде ол ағып кетпеу керек. Беземіз дайын. Енді холодильникте қамырымызды шығарып, пергамент болсын, тефлоны қағаз болсын, осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін үстіне беземізді құямыз. Беземізді әбден құйып болғаннан кейін бетін әдейі бүдір-бүдір етіп қалдырамыз. Видеода көрсеткендей етіп істейсіздер. Дәл осылай 3 корж шығады бізде. Дайын корждарымызды 180 градуста 35 минут конвекциямен пісіріп аламыз. Менің духовкам дәл осы градуста пісірді. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Бір духовкалар қатты қыздырады, а біреулері жай. Енді креміне кірісеміз. Ол үшін 300 грамм жылы бөлме температурасындағы сары майымызды 82%-дан жоғары ағарғанша соғамыз. Дайын болған майымыздың үстіне вареный сгущенканы саламыз. Ұсақталған грецкий орехымызды да саламыз. Орехтың орнына әрбіреуін қолдансаңыздар да болады. Барлығын соғып, бір массаға айналдырамыз, яғни крем дайын болады бізде. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді корждарымызды жинауға кірісеміз. Дәл видеодағыдай істейсіздер. Корж қоясыздар, үстіне крем жағасыздар. Мінекей осылай біздің маркиза тортымыз дайын болады. Өте дәмді торт. Балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Үлкен кісілерге тіптен ұнайды, өйткені өте жұмсақ, шайнауды қажет етпейді. Ауызға салғанда еритін торт. Міндетті түрде жасаңыздар. Және менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен YouTube каналымда өте жеңіл және тез жасалатын рецепттермен бөлісемін. Басқа да рецепттерді жасап, жақындарыңызды дәмді тағаммен қуантыңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.